Мен Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы 3-ші жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Мұхамедова Гүлнар Қадырбаевна. Жаңашыл мұғалім ақпараттық технологияны тиімді қолдана білетін, бәсекеге қабілетті болуы тиіс. Тақырыпты меңгертуде түрлі платформалардан тиімді пайдалану оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын арттырады. Мен бүгінгі сабағымда тапсырмаларды Білімлен платформасы және Google форма ресурсы арқылы қолдану тәжірибеммен бөлісетін боламын. Сонымен тақырып анықтауыш. Анықтауыш тұрлаусыз мүшенің бірі. Сөйлемде зат есімнен немесе заттық ұғымда жұмсалған басқа да сөз таптарынан болған мүшелерді сын сапалық, сан мөлшерлік және меншіктік жағынан сипаттайтын тұрлаусыз мүшені анықтауыш дейміз. Мысалы, құстар шыршалы орманды жақсы көреді. Мұндағы орманның қандай екендігін сипаттап тұрған шыршалы деген анықтауыш. Анықтауыш қандай қай, кімнің ненің, қанша неше, қайдағы қашанғы деген сұрақтарға жауап береді. Анықтауыш бірнеше сөз табынан жасалады. Анықтауыш болатын сөз таптары. Анықтауыш зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, есімше және ілік септікте тұрған есім сөздер арқылы жасалады. Мысалы, Айдана алтын алқа сатып алды. Мұнда алтын сөзі осы жерде қандай деген сұраққа жауап беріп, анықтауыш қызметін атқарып тұр. Ал негізінде алтын деген сөз зат есім. Анықтауыш құрамына қарай дара, күрделі және үйірлі болып үшке бөлінеді. Мысалы, талапты ерге нұр жауар деген сөйлемдегі қандай ерге, талапты ерге, мұнда бір ғана сөзден болып, анықтауыш дара болып тұр. Келесі, жетім жесірдің ақысын жеме, обал болады деген сөйлемдегі жетім жесірдің кімнің деген сұраққа жауап беріп, күрделі анықтауыш болып тұр. Келесі үйірлі анықтауыш. Талабы бар жігіт жерде қалмайды. Қандай жігіт? Талабы бар. Мұнда талабы бар деген тіркес үйірлі анықтауыш болып тұр. Анықтауыш өзі анықтайтын мүшемен матаса және қабыса байланысады. Мысалы, қаһарлы сөз қамал бұзар. Қандай сөз? Қаһарлы сөз. Осындағы қаһарлы сөз тіркесі ешқандай жалғаусыз орын тәртібі арқылы іргелес байланысып тұр. Тіл тіршіліктің тірегі. Мұндағы тіршіліктің тірегі деген тіркес ілік септігі және тәуелдік жалғау арқылы байланысып матасу болып тұр. Байланысу тәсілі орын тәртібі және жалғау арқылы. Синтаксистік қатынаста анықтауыштық қатынас болады. Енді осы тақырып бойынша Google форма ресурсы және Білімлен платформасы арқылы тапсырмалар орындайтын боламыз. Мен өтілген тақырыпқа байланысты оқушыларға Білімлен платформасы арқылы тапсырма орындатамын. Ол үшін онлайн мектеп бөліміндегі менің сабақтарыма кіремін. Және сол жерге алдын ала жүктеліп қойған тапсырманы оқушылар орындайды. Мысалы, мен бүгінгі тақырыпқа байланысты оқушыларға шындық немесе жалған тапсырмасын орындатамын. Онда оқушылар тұжырымдаманың шындық немесе жалған екендігін анықтайды. Мысалы, анықтауыш матаса және қабыса байланысады. Бұл шындық. Анықтауыш қалай, қайтып деген сұрақтарға жауап береді. Бұл жалған. Синтаксистік қатынаста анықтауыштық қатынас болады. Бұл шындық. Міне, дәл осылай тапсырманы орындап, оқушылар мұғалімге жібереді. Келесі тапсырманы Google форма ресурсы арқылы орындатамын. Ол үшін алдын ала дайындалған тест тапсырмаларын Google форма ресурсына салып, оқушыларға сілтемесін жіберемін. Және оқушылар осы сілтеме арқылы кіріп, тест жұмысын орындайды. Яғни сөйлемде зат есімнен немесе заттық ұғымда жұмсалған басқа да сөз таптарынан болған мүшелерді сын сапалық, сан мөлшерлік, меншіктік жағынан сипаттайтын сөйлем мүшесін анықтаңыз деген сұраққа оқушылар анықтауыш деп жауап береді. Әрбір сұрақ үшін бір жауап нұсқасы болады. Қасат қар, көшпелі бұлт тіркестерінің байланысу түрін анықтаңыз. Бұл қабысу.
Күрделі анықтауышты табыңыз. Жетім жесірдің ақысы. Анықтауыштың сұрақтарын белгілеңіз. Қандай қай? Бұл күні рух көтеріліп, еңсе тіктеледі. Анықтауыш қай сөз табынан жасалып тұр? Анықтауыш есімдіктен жасалып тұр. Міне оқушылар осылайша тест жұмысын орындап, мұғалімге жолдайды. Оқушы өзі белгілеген тест жұмысын қайта ашып, дұрыс жауаптарын көруге мүмкіндік алады. Ал мұғалім сол сілтеме арқылы қайта кіріп, оқушылардың жауабын тексеріп, ұпайын қоя алады. Осымен бүгінгі сабағым аяқталды. Сау, сәлеметте болыңыздар.